Ассалаумағалейкум достар, бүгін иллюстратор арқылы абзал деген есімге логотип жасаймыз. Өте оңай, өте жеңіл. Егер де сіз логотип жасауды енді үйреніп жатсаңыз, сізге как раз өте жақсы болады. Негізі мен үйретіп жатқан көбінесе сабақтарым өте сондай новичоктарға арналған сабақтар көбісі. Ал кеттік, линия аламыз, ровно қылып создавать етіп аламыз. И осыны аламыз да Alt кнопкасын ұстап тұрып, оңға тартамыз. 40 дегенге Shift Alt кнопкасын ұстап тұрамыз. И осыны жібереміз. И осыны екіншісін белгілейміз да. Ctrl-D деп 14 штук линия белгілеп аламыз. Мына қазір 2 болып тұр. Енді 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 болды. Мына енді екеуін алып тастайық пока. Мына жерде 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 болды. Енді бәрін бір сгруппировать дегенді басып жібереміз. И мына жерде трансформировать деген бар, поворот дегенді қоямыз да 60 дейміз. Мына жерде копировать деп басамыз. Окей деп баспаймыз, копировать деген басамыз. И осыны аламыз, мынау жаңағы поворот жасадық қой, копировать етіп. Енді осыны аламыз, мышканың оң жағын басып, трансформировать, зеркальное отражение дейміз. И осылай вертикальный болып тұрады. Копировать дейміз. Болды. Енді осының бәрін сгруппировать етеміз тағы да. Жоғарыда центрге қойып аламыз. Енді мына екеуін тоже сгруппировать етіп қосып аламыз. Сөйтіп айналдырып жібереміз. Бұны тоже. И орта центрге қойып жібереміз. Енді осы жерде мына жерде инструмент создания фигур деген таңдап аламыз. И осы жерде A деген есімді белгілейміз. A деген. Түсін қара цветті алып аламыз. И осы жерде белгілеп аламыз. Міне A деген әріп дайын болды. Енді B деген әріп жасаймыз. Яғни абзал деген есімді адамдарға логотип жасап отырмыз. Қазір TikTok'та спрос қатты болып отыр. Осын әр адам өзі есім жасап берші деп отыр да. Бұл мына жерде қате кетіп қалған сияқты. Жарайды. Жарайды, осылай кете берсін. Әдем болып жатыр. Енді мына жерге Z деген әріп жасап аламыз. Дәл осылай мен қалай жасап жатырмын, дәл солай қайталап үйрене беріңіздер. Кейін Құдай қаласа мықты жасап алып кетесіздер. Абзал. Осылай қалдырып қойсам ба екен, Жоқ, бұны басқаша қылайық. Отмена жасау үшін Ctrl-Z деген кнопка бар, солай жасасақ отмена болады. Мына жерде бүйтіп белгілеп жүрсем қалай болады екен. Жоқ, онша шықпай қалады екен. Осылай қала берсін. Енді мына жерде осыны аппақ стрелочканы таңдаймыз. Мынаны басамыз, Shift басып тұрып, мынаны басамыз. И Ctrl-S дейміз да, қайтадан осыны аламыз да. Бұны бәрін шетке алып тастаймыз. И Ctrl-V дейміз. Енді осыны аламыз да,
сгруппировать деген тағы басып жібереміз. Центрге қойып жібереміз. Қазір осы инструмент табамыз. Инструмент многоугольник дегенді, и бұлай алып 330 градусқа қойып аламыз. Бұлай қойып аламыз. Осыны айналдыру керек. 330 градусқа. Астына қараңыздар, 330 болу керек. Ровно мінекей 330 градус болды. Енді осыны аламыз да бай үлкейтеміз. Shift ұстап тұрып. И осылай центрге қойып жібереміз. Мінекей. Қараңыздаршы достар. Біздің жұмысымыз өте әдемі болды. Достар, осымен біздің жұмысымыз дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк, подписка жасауды ұмытпаймыз. Төменде Instagram, TikTok парақшаларым сілтемесін жазып қоямын. Сол жерге тіркелуді ұмытпаймыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар. Білімдеріңіз арта берсін.